Сәлем қыздар, бүгін сіздермен жеті шелпек пісіреміз. Ең оңай, көп затқа жететпейтін және де тез дайын болатын шелпектерді дайындаймыз. Ешқандай дрожждың, чайын соданың қажеті жоқ. Ондай заттар қоспаймыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді, сосын суды қойып, оған тұз, бір шай қасық салдым, тұз. Сосын менің балдарым тәттірақ болған жақсы көреді, сондықтан 3 шай қасықта қант салдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Оны кішкене араластырамыз. Сосын майонезді қосамыз. Сосын бір жұмыртқа қосып саламыз. Біз майонез қосқаннан кейін басқа артық заттың қажеті жоқ. Өйткені майонездің құрамында жұмыртқа, май барлығы болғандықтан басқа артық зат қоспаймыз. Соның өзі жетіп жатыр. Енді керегінше ұн салып, кішкене бірінші лопаткамен араластырамыз. Сосын қолымызбен жұмсақтау, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Қамырымызды бетін жауып, кішкене 10-15 минут тындырып аламыз. Тынған қамырларымызды енді осындай думалақтарға бөліп шығамыз. Менде осы қамырдан 7 шелпек шықты. Оның көлеміні сіздер өздеріңіздің табаларыңызға қарап зуала дайындайсыздар. Менің табам үлкен болғандықтан мен үлкендеу шелпектер пісірдім. Барлығын осылай думалақтар жасап, оны да кішкене бетін жауып 10-15 минут тындырып аламыз. Сол кезде жақсы жайылатын болады. Енді тынған қамырларымызды жайып аламыз, думалақтап, осылай қатты жұқа емес, қатты қалың емес етіп, шелпектерімізді жайып, барлығын дайындап аламыз. Енді табамызға май құйып, орташа отта шелпектерімізді пісіріп аламыз. Екі шетіні қызартырып, пісіріп аламыз. Осы жерде айта кететін жайт, біреулер шелпектердің майлы болғанын ұнатады, біреулер майсыз болған. Сондықтан өздеріңіз қалауларыңызша май құясыздар. Мен кішкене майын осылай көптеу қойып пісіріп алам шелпекті. Негізі 2-3 қасықтан май құйып, шелпектерді майсыз етіп пісіруге болады. Піскен шелпектерімізді қағаз сүлгінің үстіне қойып, кішкене майын сіңдіріп аламыз. Осымен біздің шелпектеріміз дайын, осындай өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Ешқандай артық зат қосылмаған, балалар сүйіп жейтін шелпектер дайын болды. Асығып тұрғанда тез жасап тастайтын 7 шелпегіміз дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.